Немене вайнер көрмегенсіңдер ма? Подожди. Слишком стар? Насколько стар он до того, прям что? За құрсын бәрімізге за 30-піз. Мен де 34-тем. Сонда за 30-тің бәрі стар ма сізге? Мен 28. Үйден шығармай тастайыншы онда. Жоқ, или сіз стар дегенде типа андай звезда деп тұрсыз ба? Он слишком звезда для этого деп тұр. Жоқ, просто қаяқтан бастаған әңгіме бәріміз шығып келаттық қой, бәрі ой деп тұрып, мына мужик бүйтіп өтті. Кофесін бүйтіп. Сосын неге деп жатса, келіншек, он слишком стар просто, простите деп жатыр. Соны сұрап отқанмын қанша. 30 нешедесің, братан? Кетші. 31-де? Өмірің енді басталды ғой сен. 31-де уже прям сондай болып кеткенсің бе, братан? Перекладывание ответственности. Жеңгеме аударып жібердіңіз, а? Мне кажется, вы просто иногда эмоции свои не проживаете. Это все из детства. Психологи подтвердят. Из детства деген сол баяғы 29 жастар. Если сіз 30. Бұл кісіде бір жыл 2 жыл болып саналады. Мен байқаған нәрсем, мен мысалға 95-ші жылғымын ғой. Ой. Бүткіл эфир бойы бұтына сиық қойған болдар ұқсап отырамын. О, тамаша, онда төртемізде сөйтіп отырайық. Короче, мен байқаған нәрсем, бала кезде үлкендер маған всегда айтатын, ой, сен әлі баласың, қой, сен баласың деп. Қазір уже анамда естіп отырмын, болды сен уже кәрісің оған. Қай момент, золотая середина қайда, мен спокойно өмір сүретін кезім қайда? Неге менде ондай болды? Жалпы елдің требованиялары андай, сенен күтетін заты бітпейтін сияқты. Сен туыласың, сен мектепке түсу керексің, сосын мектепте жақсы болу керексің, мектептен кейін міне енді өмір деген кезде универден кейін шықтың, міне ғой өмір. Қашан үйленесің? Жұмыс қашан? Жұмысқа тұрдың, үйлендің, бала қашан? Бірінші бала туылды, екінші бала қашан? Деп жақпай өліп қалатын сияқтысың да, короче. Сөйтіп 31-ге келесің да, өйстіп отырасың. Жоқ, мен ең ертегі білесіңдер ма, мектеп кезінде барлығын айтатын, любой мұғалім ертең сендер секілді, біз секілді сендерге ешкім қамқор болмайды. Ан жақта одан да сендерді қинайды деп өйстіп мектепте қатты шугать етіп келді да, универге түсем ғой мектептен кейін. Бәріне мұғалімдер. Оқысаң оқы, оқымасаң жүре бер, маған бәрібір дейді. А мектепте мұғалімдер, біз сендерді ғой қазір аяп тұрмыз, ертең ан жақта көресіңдер деп. Сөйтіп айтпайтын ба сендерге, маған ғана айтады. Сен қандай мектепте оқығансың? Мен қарғайтын мұғалімдер білмеймін. Сені? Неге? Вайнер болсын деп па? Қарғылар болып кетті деген. Жоқ, қандай қатты нашар өзім ұстайтын мектепте. Білесің бе, біздің мұғалімдер үшін кім қатты өзін нашар ұстайды? Андай мектепте қатты бақытты болып жүретін адамдар болады. Неге сен ондай бақыттысың деген сияқты. Өзінің қалауын бірінші орынға қоятындар. Иә, қалай сен бұндай спокойно өмір сүресің? Бақытсыз болып жүрсең бүйтіп, молодец, осылар молодец. Бұлар ертең жақсы бала болады деп ше. Андай, осы ғана бір күліп, өзінің ойынын айтып, сен бар ғой, болмай кетесің сен деп. Сонда біз бәріміз детский травмамен өсуіміз керекпіз ба? Бүйтіп, груженный болып, бүйтіп. Вот менде сене вообще айырмашылық, мен мектепте бүткіл мұғалім жақсы көретін ғой. Бүт жүретін, ой, сондай болдым ондай. Саламатсыз апай, қалайсыз деп ше. Бүткіл мұғалім бәрі жақсы көреді. 2 мектеп оқыдым, барлығы жақсы көреді, только класс жетекшілерім жыны келетін маған. Потому что олар андай көп қасында отырғызып қойғасын, теневая стороны біледі да. Бүйтіп андай апайлар, ой, Руслан десе бүйтіп тұрады класс жетекшілер. Қазір әйелің бүйтіп жүре ма? Ой, Руслантай, такой ред, green flag. Деп отырам әйелің. Басқа апайлар сенің саламатсың ба ғана көрген ғой сенен, Сен саламатсың ба дейсің да, жоқ болып кетесің ғой. Класс жетекшің саламатсың ба, қалың қалай дейтінге дейін барғанда. Онда аз сөйлесейік сенімен біз. Чтобы сен андай темный стороналарын көрген үшін. Сенімен көп жүрсің ғой, темный сторонамды көрген жоқсың ба әлі? Прикинь, бар ма не сізде ондай? Мен темный сторонасын көрдім гримеркада. Мен да үстіме су төгіп. Ол ма? Ол мен яркий сторонасы деп жүрмін ғой? Мен былай ойлаймын ше, жалпы үлкен кісілер, біздің алдымызда осы поколение, эмоцияны былай
сезіп үйренбеген деп ойлаймын жалпы. Мен мынандай эмоцияны сезіп тұрмын деп. Мен қазір жынданып тұрмын. Деген жоқ та, мысалға. Өзінің бәрін Сен тұйық. сөйтесің ба не? Мен қазір жынданып тұрмын. білесің. Все? Жоқ, енді жалпы да андай. Ол ана ашуланған әйелі біліп қоймасын дейді да бүйтіп. Иә, андай. Бөлмеден шығып кетсе. Не болды десең, нормально. Сен айтасың, бізден үлкен поколениеға, эмоцияға бар, олар только андай денсаулыққа да наплевать болған ғой, білесің ба? Бұрында білесің ба, андай ауырып қаласың, өлімсіреп жүресің ғой, деп жүресің да, сосын жазыла бастайсың да, бүйтіп кішкене даусың шыға бастайды, андай. Обязательно біреу, үлкендердің біреу тұрып, мынауың тіріліпті ғой, дейтін айтып жүреді ғой. Упрекать ете ма? Уже жазылған. Ауырып атқан едің ғой деп. Даусың жарқын шығып жүр ғой. Еще андай өзіңді виноват қылып тастап, мен басқа кеше ойнады екен түнімен. Кір деп айттым үйге деп сен де. Жоқ, андайшы. Осыдан ауырсаң, өлесің. Деген. Вот ауырсаң, мен сені өлтіремін. Бізде апаға да ғой, мен ауылда апаға даже гигиенаға наплевать болатын ғой. Бәрібір болатын. Біз ауылда андай 3-4 баламыз ғой, мысалға. Ойна келесің, футбол андай. И бір тазиққа су құйып береді. Андай кішкентай су құйып береді. Біріншісі жуат аяғын, анау уже кір. Екіншісі соған жуат. Үшіншісі жуат, қап-қара. Ана судан менің аяғым таза, короче. Үшіншісінің аяғы таза етін вообще оның алдында. Анам батырып та кір қылып алып шықты ба? Тағы жуу керек болды онан. Сөйтіп мен 4-ші болып аяғымды жуап, қап-қара анам түбі көрінбейді. Мынандай ғана, ана судың қалыңдығы, мынандай ғана көрінбейді. Соған аяғым жуам да, и бүйтіп полмен кетіп бара жатқан кезде пол кір болып. Сөйтіп барып төсекке жатасың ғой, короче. Сен қайда ұйықтағаныңды сразу тауып ала ма? Так, Тико ана жаққа барып ұйықтапты ғой. Жайлап стенаға мініп баратсың. Тико не істеп кеткен бүгін түнде? Менде үйде наоборот мама андай қатты щепетильный етін. Мама врач-эпидемиолог. Бізде эпидемия қарсы врач та андай. ССте жұмыс істеген. Ертең получается, мысалға елде бір эпидемия боққап жатса, Құдай сақтасын, бірінші саған звондайды да, балам деп андай кинолардағыдай бірінші сені предупреждать етеді. И сен соның арқасында аман қаласың. Біз қырылып. Балам, Жека қайдасың? Қазір үйдің артынан грузовик келеді, соған мініңдер. Тау жаққа барамыз бәріміз. Сол жерде бізді Уилл Смит күтіп отыр. Иті бар оның. Сөйтіп бізді военныйлар мұхиттың ортасына алып кетеді. Жоқ, олай болмайды. Просто мама өте қат, ана 20-шы жылы ковид болды ғой, жабылып қой деп бәріміз. Сол кезде үйде кәдімгі пункт приема ғой. Анау доставщик келеді, мама доставщикқа сол жерде қалдыр деп айтады. Ана жақта қалдырады, короче, мама келеді да, андай пшикалка дейді, анам бересің. Анау пакеттің бәрін сыртта қалдырады, ішіндегі заттарды алып бәрін тазалап, в общем, сондай. Ана бір доставканы жіберіп алып келеді ғой, соның бәрін кіргізу жарты сағат. 1 апта болды сондай. Карантинді сөйтіп өткендер білесіңдер. 1 аптадан кейін уже пакетті былай алып уже столға қоя беретін да. Басында кішкене сөйтті, сосын ұмытылып кетті ғой, жалпы сондай. Үйде сондай қатты етін мама ше, ауырып қалсам, так, мынаны бүйту керек, ананы сөйту керек, мықты витаминдар алып. Бірақ оның компенсациясы ауылда болды. Ауылда ауырасың, шай ішесің, и қою керек ол болды. Чисто шаймен емдейді ғой. Сәл қою шай берем ба еще? Қаттау, сәл қаралау қылып береді да. Болды, осыдан жазылып кетесің. Чефир қылып ішесің. Соны ішесің, варенье қосады ішіне. Қойды ма, ана апа келіп, қойды ма, қоймады ма деген кезде қойып кетеді ғой, ауру. Датау ауру, жақсы онда мен жүре берейін брат деп. Мен әжеме қойдың майына шылғыз тұрып, майлап тастайды да, кендіріп тастайды. Сіз терлеп жатасың ғой. Түкіріп атады ғой. Төмен отырады, бірақ таңертең жазылып кетеді. Башывать түкіріптің иісін сезіп жатады бетінде. Сонда баяғыда бізде солай емдейтін еді ғой. Нормально жазылып кететін. Шалген бөле сөйтіп дұғамен емдейтін еді, иістеріне ма? Қазір ешкім істемейді да. Жека ауылдарда істейді ше. Ол кезде түкіріп качественный еді ғой. Қазір адамдар түкірікке антисептик қосатын болған. химикатта тұрған. Бір апама келіп мен ауырып тұрмын десем. Жерге отырғызады да апа ше, тамағың ауырып қалса. Мына жаққа 2 саусағын тығады да. Пожалуй, көтереді ғой. Істеп бет сөйтіп. Ақ деп отасың ғой.
мен андай городской люголит дегенге үйреніп қалған адам едім. таңдайыңды бас. Сол сөйтіп айту ғана қалды ше. Алас. Андай Бисмилля. ауылда Эва Эльфи секілді отырасың ба? Жоқ, мынаны айтып жіберу керекпін. Ей, не айтты? Түсінгендер мәз. Мені бәрі түсіп қалды ғой. Ладно, андай болатын бізде. Мен түсінбедім. Бір кемпір бар. Біздің неде, көшеде бір кемпір бар. Андай странный кемпір, сөйлемейді еще андай. Тілі жоқ. Соған бастырады таңдайыңды. Сол кемпірдің қасиеті бар. Башты бүйтіп желіп барасың, кейін алдын шығады да айтты. Тауып біледі да. Еще өзің әжең басқанда чуть-чуть нежно басады ғой. Әже десе қояды, бісміллә деп. Ана кемпір стол бүрлейді мен басқан бүйтіп прям. Деп отқан прям. Сәл қылқындырған жоқ па таманы? Бұл бала сіздерге тірі керек па? Тірі керек па бұл бала? Маған қара, көзіме қара деп. Сен еще осы оқиғадан кейін депрессияға түсіп жүрсің ба сен? Саған вообще өмірде любой нәрсеге наплевать болу керек қой жұмадан кейін. Не, вообще жалпы андай қазақтарда не қойғандай бір и так сен травма алып тұрсың. Мен шошынып қалам, короче. Түнде шошынып қалам, бір ситуация болады. Ертесіне апам келеді. Немерем қайда дейді. Мен шығарады. Мама, не отдавайте меня ей деп мен бүйтіп келе жатырмын. Мен елдің бәрі апаға наоборот еркелеу үшін барады ғой. Мен апам мен үшін наоборот қатыгез адам етін. Анти-еркелеу үшін. Иә, анти-еркелеуші. Андай, мен келем. Сен деген кіріп келеді де апаң. Солай болды ғой, келем. Шошынып қалдым ба дейді. Да, я испугался, дедім. Келді бергел бер деді да. Аузыма саусағын тығылып, таңлайын тартады, короче. Сосын просто так па, ауырмасаң да? Жоқ, таңлайынан тартады шошқан кезде, шокты кетіру үшін. Короче, қазақ Я и так в шоке, мне еще пальцы в рот засовывают. Женщина, уйдите! Ана бет тартып жатыр. Мама, деймін, короче. Антрат бұл шошынып қалды. Отыр! Кипяток алады да басын үстіме мен тұрсып қалдым. Саймайды. Үстіме төкпесе екен, битет да. Ішіне бір тастар салады, тастар салған кезде ана дей қалады. Қорғасын. Иә, ана шошынғаннан екінші рет шошытып ше. Просто осын істемесін деп шошымай кетесің. Қорғасынға қарайды да, Айдахар дей ма? Шошынғаныңды ұмытып қаласың ғой, Бұл шошыны қосып береді екен ғой. Марқұм апам мықты болған ғой ше. Қайтыс болар кезде осы бір апта бұрын мен енді үйленем. Әйеліме айтамын ғой, апаны көріп үлгерейікші, что-то апа қатты ауырып жатыр деймін ғой. Шығып кетеміз, апама барам. Өмір бақи андай кісі болған ғой. Ой, сен шешең андай мынандай деп мама туралы айтатын. Маған тұратында осы оңбаған вообще болмайтын бала бір нәрсе деп. Всегда өйстіп где-то что-то сәл есің жидыртып тұратын кісі етін да. Ондай емес, жақсы көретін біліп тұрасың, бірақ сондай бір защитный реакциясы бар еді. Ух ты, да. И сосын маған бүйтеді да, айтады, кішкентай кезде мен әлди болған кезде, енді туылып алып келген кезде мен ыржиғам ғой сразу. Сразу бет деген ғой. Сен дәл сөйтіп күлген жатсың ба? Сосын апаң бүйтіп екі жақ ерін шетінен ұстап бүйтіп асты қарай. Улыбайся. Нет, өйткен жоқ. Апа бүйтіп маған қарағанда, мынау бала ерекше екен. Бірінші күннен ыржиды ғой деді. Ауырып қалдың содан. Ертесіне мен ауырып қалдым. Өліп қала жаздағам ауырғаннан. Апам тұрғанда менің соншалықты менен сүйсінеді екен да. Қорқады екен. До того өзіне көп алады деймін да апа. Андай. Қыздай өзі кешесін енді. Қатты жақсы көргенімнен ауырып қалады бұл бала деген да. Өмір бақи өзіне запрет қойып тастаған ғой, маған махаббатын көрсетуге. Кино ғомал деген. Сосын мен больницада отырам, апам бет тұрады да. Всегда мені или әкемді мақтайтын да, мамамды вообще мақтамайтын. Вот мен айтатын, неге сендер сондай қатыгезсіңдер деп ше, құшақтандаршы бір-біріңді, неге деп ше. Сөйтіп апам тұрады да, бұл өмірде сені аданған, сені, өсірген, бүйткен, сөйткен, мақтайды, ұзақ әкем туралы айтайын деп атқан шығар деп отырмын ғой мен. Сондықтан да менің сақтаған ақшам бар дейді, 100 000 теңгесін алып шығады да, мен осыны сенің шешеңе бергім келеді дейді ғой. Ойлашы, өмір бақи
бір тамшы махаббат көрсетпеген адам да, андай всегда өзін кішкене қатты ұстайтын кісі тура кетер кезде өйстіп жұмсақтығын көрсетіп, маған махаббатын көрсетіп, мамаға ақша беріп, осы кезге шейін осы семьяны өйстіп алып келгенің үшін рахмет дейді, ойлашы. Күшті. 100 000 теңге ма деген нефтяной прикол келіп отыр басыма. О, апа үшін 100 000 теңге ты че? Мен үшін Ол бәріне бөледі ғой, 4 семья ғой примерно. Просто ана нәскидің арасынан тығады ғой, одан артық сыймайды. Уайнан Марго Робби секілді айналасына бәрі. Жоқ, апада не етін? Газеттің ішінде ана не платочектің ішінен алып шығады ғой. Енді сіздерде байларда басқаша болған шығар, бізде апалар сондай. Сендерде банк карточкасы арқылы. Иә, кейспен запытта сондай ғой, кейспен алып шығады. Мұнаймен аласың ба, ақшамен аласың ба деп. Акциямен аласың ба? Иә, алтынмен аласың ба? Ақшамен аласың ба? сосын мен жаңа ғана биткоиннан да алып болғам. Мына флешкіде жатыр, керек па деп. Жалпы сол жерде андай апамның қалай сол кезге шейін қаншама эмоциясын ішіне ұстап шығармағанын түсіндім да. И жалпы біздің осы поколение, біз мынау зумерлардың алды, біздер кішкене үйренген сияқтымыз да эмоцияны көрсетуге. Вот менде просто мынандай жағдай болады. Менде бір проблемам бар өзімде. Байқаған шығарсыздар, иә? Толықтық деген проблемам бар. Ал проблемамен Бәле сендерге десең. Бастарыңа келсін дегенсің ба? Жоқ, Құдай сақтасын, ойнамайды. Анау деп отыр ғой. қай жақтарға үфледің? Анау үсіп баратыр дегенсің ба жақта? Вещи емей жүрсің ба десең. Мынандай проблемам бар, жалпы артық салмақ деген өзімнің бір қиыншылығым бар. Ол қайдан шыққанын мен көп ойланам да. Мүмкін тамақ жегеннен шығар, бірақ Мүмкін ба? жоқ, эмоция жағын ойланам да, ментальный жағын. Айтшы. Қалай болды екен деп біраз ойландым. Сөйтіп, мынандай нәрсе байқадым. Жақында әйелмен екеуміз жатырық, әңгіме айтып, әйел маған былай прикол ұстап тиіседі да, баяғы бір болады ғандай 180 жыл бұрын болған бір косякты есіне түсіріп, соны бір шымшып алып, бір инемен тесіп қоятын бір моменттер болады ғой. Болады. Сөйт. Инемен тескен нормально ғой? Саусақ тықпаса. Айта берші. Просто айту керек. Сен саусақта тұрып қалдың да. Болды. Эмоциональный адам. Просто сырт көзге көрсетпеймін, сен апан секілдімін. Сөйтіп, жаңағы әйелмен отырам, жадам әңгіме айтып, сөйтіп ол айтады, и ол мен көңіліме тиеді да, ол әзіл. Өткен мен жалпы жаман болып жаттым, ауырыңқырап. Сөйтіп, мен ішімнен біртүрлі болам да, ашуланам да, и тұрып кетіп қалам, вообще ештеңке ойламай келатырмын кухняға. И кухняда холодильникті ашып жатырмын да, и әйелім келеді да, подожди, что ты сейчас чувствуешь дейді. Өйткен жоқ, не істеп жатсың дейді да. Білмеймін, нең бар, тамақ жейін деп жатырмын деймін ғой. И ол тұрады да, былай холодильник жабады да, потерпи дейді маған. И мен ашуланып кетемін ғой, прям қаным басыма шауып. Ана мамаммен кішкентай кезде сондай моменттер болатын, мен тұрамын да, ну ты можешь здесь хотя бы меня оставить, иди туда, я өзімен өзім тұрмын ғой деймін да, и әйелім тұрады да, а какую эмоцию ты сейчас проживаешь дейді. Жылағың кеп тұр ма уже? Жоқ, ашуланғаннан жылардың келіп тұр ғой. Я не знаю деймін ғой. Ну что ты чувствуешь дейді да. Ничего деймін өйстіп. Ты злишься дейді да. Да, я чувствую гнев деймін ғой. И андай Тараский Жека уже сен шалқарскийім бар ғой. Сол сияқты ішімнен черт екенсің. Что ты чувствуешь? Я чувствую гнев деп жатсаң іште мал деп жатам ішіне. Мал. Мынауың таза гусь екен. Еще екіншісі бар қасында, қайдан шыққан білмеймін. Анаң қара. Осындай болады примерно. Гневнес кезінде гребеді ғой. Еще сен онымен қосып басыңда ана адамға да жынданып отырсың ба? Иә, басыңдағы да екеуіне де жынданып отырсың. И мен ішінде гнев деп айтам, и ол тұрады да, так проживи этот гнев дейді. И мен жынданып, ақайлап, столды ұрып, деп жынданып алам.
и әйеліме айтамын, сен осылай прикол ұстадың, мен сол үшін жынданып кеттім деймін. И әйелім тұрады да, молодец, ты прожил эту эмоцию дейді. Шапалақтайық. Жоқ, мен әйелім просто бакалавр бітірген, кәдімгі шетелде психологтың оқуын бітіріп келген. Ол әшейін аспаннан емес ол. Сен білесің ба, ол чисто практика өтуші күйеуге шыққан ғой саған. Сен оны жақсы көрмейді. Мен оның кейсім просто деймін ғой. Өмір бойы бір клиентім бар. Практика ғой, 4-5 жыл практика өтіп алған. Супервайзинг болып отыр мен ше. Құдай сақтасын. Ойнап айтамын сосын. Жоқ, шынымен сондай болып жатыр негізі ше, неосознанно. Мен сөйтіп мен жаңа ана гневті нетем, молодец, ты прожил эту эмоцию дейді. Мен ош дедім. Кәдімгідей жақсы оқып қалдым. Бұл тамақ жегім келмей қалды, прикиньте. Спокойно жиналып, далбан құсап төсекте жатсын. Әйеліммен сериал қосып жатырық та, мен тұрғанда жан деймін да, ол ау дейді. Мен негізі нормальный адамын, жаман ойлап қалма деймін. Просто сондай болып тұрады деймін ғой. Тұрады да, жаным, не бойся показаться слабым дейді. Слабый. Таразский Жека сол кезде деген Жоқ, ол жерде даже Таразский Жека бит. Ана. Уже ол да кетіп қалды ше. Уже мен мына жақтан қарап, көз есін жина деп жатырмын ғой. Таразский Жека битті ғой. Мә, сол кезде не дерін білмей қалдым да, жақсы оқып қалдым. Енді мен байқағаным, жалпы өзімнің жаман әдеттерім бар. Мен қолымды былай тістеймін, или бутылкам пластмасын алып шайнап тастаймын, или тамақ жеп кетемін. Осы үш нәрсе ол сублимация деп аталады екен. Жалпы сен өзіңнің бір эмоцияңды былай өзіңнен былай өткізіп, не можешь ее прожить, сол үшін сен аласында басқа жаққа қарай оны жібересің. Сөйтіп мен мынандай нәрсе істеймін енді. Осындай сезім болып қалған кезде өзім қолымды шайнап атамын да, қасымда бірге жүретін інім бар да, жұмыспен барлық жерде қасымда жүреді. Енді былай ассистент, братишка, кент қой параллельно. И ана өзі ол вообще Таразский в хлам. Мен қалам, братан, нормально. И өткенде қолым ол әңгімен бәрін тыңдап отырады бейт. И өткенде қолым шайнап отырсам бейт бұрылады да. Братан, у тебя сублимация дейді. Жана Ерсұлтан деген қырылып қалғансың ба? Сен қойшана, ема деймін. Сөйтіп бұрыламын да, действительно қараймын, опять жынданып тұр екенмін мен. И жынданған кезде мен қорыққам ғой, оны былай ашып көрсетуге. Енді ол қайдан десеш? Пашамайды. Жоқ, пашамайды. Мен психологқа барам. Нешінші параграфқа келді? Жоқ, маған қызық. В общем, определенный эмоцияны проживать етіп білмейміз біз. Неге? Ол қаяқтан шыққан? Айта берші, давай. Мен тараздікімін. Юкта болмайды вообще возмущаться етуге. Мен әйелім официант келген кезде, допустим, айтса бейтіп, молодой человек, а вот эта картошка не горячая достаточно десем, мен ішімнен қоя салшы. Асқазанда қортылады. Мен жей салам, новыйын заказ бере салам. Пожалуйста, ештеңе деме, қойшы. Дешандай. Или зона отдыха бір отельдерге барасың ғой, андай. А что у вас тут в комнате даже это? Простите, все нормально. Можете на нас насрать, бәрі жақсы, все хорошо. Деп ше? Жоқ болып кеткім келеді да шамдан. Ой, сондай бір запрещено сияқты нәрсе. Сондықтан да ана Таразда... Не істейсің енді сен, не істейсің? Қой ұят болады деп айтады ғой, содан қалып кеткен екен. Қой ұят болады. Не болды? Не болды өзінше отыра бер, ештеңке жоқ деп айтады ғой. Жей сал деп, Иә. Понимаешь? Это же, неправильно. Жека, а тебе не кажется, что ты скрываешь этими вещами свою слабость внутри? Ты просто боишься конфликтов? Возможно. Возможно, вероятно. Сен ана, наоборот, мысалы, Вторая сен причина. сен мына жерде просто егер де официант әйеліңе бірдеңе десе, сен да ну деп айту керексің да, и сен содан қорқып жатсың еще. Из-за этого бізде Таразды бүйтіп айтқан деп жатсың. Вдруг. Возможно. Но я вроде не черт. И Ерсултан рядом есть. Он сильный.
Я могу сказать официанту, пойдем пообщаемся. Позвонить Ерсултану, Ерсултан ему по голове даст, завести и сказать, я же его жене. И все. продюсер кент жұмыста істейсің ба? Все. екеуі анандай болып бара жатыр. жоқ Сәл өзгеріп кеткен психологқа ғой. барған ғой екеуі өздері біз дені сау адамдар жеке Бізде отыру керек. сублимация болмайды. Сублимация дейтіндер ғой. Иә? Сіздер боитесь посмотреть вглубь просто. Иә. Терең Біз өздеріңізге қарауға глубь қорқасыз. қарамаймыз, өйткені бетінде тұр. Пожалуйста. Андай психологқа бармаған бейшаралар қолдарымыз көтерейікші. Өйтіп бейшара дегенге мәз болмасаңдар сендер. дұрыс біз осылай қазақтар непроработанный болып жүру керекпіз. Иә. Өте дұрыс. Эмоцияның бәрі іште қалу керек. Иә. Ертең біз Эмоцияны көттеріңе тығып қойыңдар. ертең осы бір Айтқанмен жүрейік бәріміз. осы негативтің бәрін балаларымызға беруіміз керек. Бұндай ұрпақ жоқ болып кетпеу керек. Біз осындай андай бүйтіп қалуымыз керекпіз ғой, осындай андай бүйтіп. Иә, бұлар өйстіп жүретін. Я сегодня хочу деп юбка кие бастайды бұлар. Зачем? Я хочу деп киет. Қойш? Я хочу, я буду дейді сосын. Я деп. Андай білмесең де сен я десең. Жоқ, сендерде болмай ма Вообще ондай ноль. мысалға? Сублимация деген сөз бірінші естіп тұрмын бүгін. Ондай болмайды ондай. Мен не екен? Сублимация деген не істерін білмеген кезде бірдеңемен айналысып кету ма? Не істеріңді Перенаправляешь. Да, фрустрация дейтін болады. Фрустрация басталған Кастрация? Ондай 5 жасымда болған мен. Сұмырай, молда, мен алдап. Машина берем деп. Негізі мен... Кастрация деген до конца кесіп тастағанда ол. Серьезно ба? Онда... Жоқ, молда көп алып жүрген ғой просто. Онда кастр. Ладно, сублимация. Мен сублимация дедің ғой сен. Типа, не істерін білмей қалатын дейтін. Ондай нәрсе болмайды екен менде. Мысалы сен жаңа гнев дедің ғой. Не ол гнев деген? Гнев, мнев дейтін нәрселер бар ғой. Мен тез прожить етеді екен. Дұрыс айтып отырмын ба мен? Сендер түсініп отырсыңдар ма өзі? Қалай тез деген қалай? Міне, прожить ету деді ғой бағана. Мысалы үшін, мен сол тақырыпты айтып жатырық па біз? Иә. Биология сабағына кетіп жатқан жоқпын ғой, иә? Бәрі жақсы, дұрыс айтып жатсың, айта бер. Сен гнев дедің ғой, мысалы үшін. Көрдің, ты нуждаешься в подтверждении. Жоқ, неге уточнение ғой, дұрыс. Уточнение. Какой там? Жаңа не деді бағана, бірінші не деді? Жоқ, сен ақмақ болуға көрінуге қорықпайсың. Сен сұрап аласың. Сұрап білмесең. Мен тупой. Подтверждение просто тілегенге қарай бір адам алмас жерде. Не, ребята, это не значит, что вы какие-то плохие. Адам сұраса, слабые. Ребята демеші? Пацаны деші? Ребята дегенге уже 7-ші класс болып қалып жатырық та. Жоқ, психологқа барсаң, қандай болып сезініп қаласың өзіңді? Бір андай минус сияқты айтасыңдар да сендер оны. Жоқ, мен минус деп айтып жатқан жоқ, психологқа баруда. Бірақ енді қара, енді сен егер проблемаларыңды өзің шеше алмай психологқа барсаң, ол минус емей немене? Сен өзің проблемаң өзің шешпесең. Мама, папа? Просто андай жоқ, сонда диабетпен ауырады мысалға. Жоқ, ол Или тамақ ауырып қалады. Тамақ ауырып қалса не болады? Тамақ ауырып қалады, лорға барады. Саусақ тықсын. Әже бар. Че, әжеңге қарсы шыққың келіп тұр ма? А если хочешь пожестче, танымайтын апаға барсын. Сөйлей алмайтын ба? Мысалға, міне шаш, осындай шашпен, шаштаразға барып, бүйтіп отырса, шаштараз айтады. Мынау шашын алынған ғой дейді. Да, деп бұл кетеді мысалға. Пожалуйста. Психологқа барады, не болды дейді. Бәрі нормально, просто келіп тұрмын. Болды енді бар дейді. Не үшін барасың сен? Психолог маған ақша береді. Не үшін? Жоқ, наоборот болады. Жоқ, анау, мысалы үшін, бағана нәрсеге прожить ету дейтін, иә? Мысалы үшін, мен жынданып тұрсам, тез жынданамын да қоя саламын. Андай жынданып жүріп бірдеңе жеп қою дейтін тема жоқ екен. Жоқ, бәрінде олай болмайды. Бірдеңе жеп қою деген ауыр кетті да. Жоқ, сен бағана бір қарасам саусақ жеп атсың.
бір қарасаң пластмасс жеп жатсың да. Тамақ қана жеуге бір қарасаң әйелінен же қапты. ойбай болды 2-1 Мбаппе. Қазір андай булит ететін мал одноклассниктарым болады ғой. Солар ғой мынау екеуі. Мен екі тараспен ішінде осындай примерно. Әйелінен жеп қапсың, бір-біріне беріп жатады. Көрдің ба? Біз проживать етіп жатырмыз. Радостьті бәрін андай проживать етіп. ертең просто сен бір нәрсе сезінген кезде бір екінші дауыс бар сияқты бар ғой, өйстіп басына шытып тастайтын ше. Қоя салшы деген сияқты ше. Жоқ, мен білесің ба, менде мысалға қазір мен өзімде андай бір іштей бір қиыншылық көріп жатырмын деген менде андай внутренний жоқ та. Бірақ, например, мысалға менде қазір әйеліммен мысалға тұрып жатырмыз бірге. И мысалға мен оған напрямую өзіне айтсам, например, кейбір нәрсені, ол ренжіп қалуы мүмкін, қабылдамауы мүмкін деген секілді. Осы кездерде как будто семейный психологқа барсақ біз, чтобы екі адам бір-бірімізбен жеңілірек түсінісу үшін, ол жақсы нәрсе секілді. Мысалға екеуміз барамыз, отырамыз, иә мен осындай ол маған өйстіп айтқанда мен осындай болып қалды, бірақ оған осындай деген секілді мысалға өзінің бір ойынды айтып, потом ол өзінің ойын айтады, потом мына кісі отырады да тоже өзінің бірдеңесін айтады, сосын әйеліміз екеуміз шығамыз да оны жамандаймыз. Сондай бірдеңелер істеуге болады деген. Қымбатқа келдік деп. Иә. А так былай менде мысалға Бірақ сенің өзіңнің мысалы мынаны айтсам әйелім ары қарай бүйтіп қалады, түсінбей қалады, бірдеңе етіп додумывать етуінің өзі ішіндегі проблеманы додумывать еткен жоқ. Моменттер болды. Көрсейші, мен сені жақтап отырмын ғой. Сол мысалы Мен настар деп отқанмын ғой, бір нәрсе мен екеуіне миым тырысып қалды уже. көрдің ба, Тикоша әйеліне бір затты айтқысы келеді, бірақ айтпайды, додумывать етеді, ол түсінбей қалады, біз қырылып қалады, ішінде сақтайды да. Соны егер өзі проработать етсе, деймін да, психологпен нормально емес па? Иә, конечно. Да. Жоқ, бұл айтпайды, бұл алдын алап айтпайды. Жоқ, менде эмоциональный интеллект жақсырақ дамыған. Мен мысалға, например, қазір тұрамда ЖК-ға мен бірдеңе айтуым керек болады, бірақ мен білем, ол көңіліне тиіп кетуі мүмкін. Қанша жерден ол өзін біздің ортамыздан, например, комик ретінде любой әзілді қабылдай алатын адам ретінде болғанмен мен қазір мынаны айтсам, ол ренжіп қалады деп мен түсініп тұрамын да, и мен оған айтпаймын. Ол обычный нәрсе. Мен мысалы Рус саған там тоже бірдеңе айтпай қалуы мүмкін. Айтсайшы, неге маған айтпайсың? Эмоциональный интеллект Мен саған дамыған бірлет соншалық. болса да, мен саған Қазір мынаны мынаны бірлет болса да ренжідің ба? Қазір ренжіп тұрсың ғой? Мысалы қазір уже ауыз көтеріп айтқан жоқсың, уже ренжіп тұр. Айтса не болады екен? Жоқ, қанша нәрсені сен іштей эмоциональный интеллекті мықты деп сақтап айтпай қалдың адамдарға. Ал олардың ренжімеуі ол олардың жауапкершілігі ғой. Жоқ, не обязательно бүкіл нәрсені айта беру былш еткізіп ше. Жын ма? Иә, ол Жоқ, оның ішінде мысалға яркий пример. Маған дауыс беріңіздер. Сендер бәрін либо қара, либо ақ қылып тастап отырсыңдар. То есть Жоқ, қара. айту керек десем, былш бәрін айта бермейсің ғой дейсің сен. Мен көргенін айта бер. Еба түрін онша емес екен мына Тико. Ренжисің ба, ренжімейсің ба өзің біл деген сияқты заттар емес. Ана іштегі кейбір нәрселерді ұстап қалмаңдар деп жатқаным ғой, түсініп жатсың ба? Мысалға мен, например, түрің онша емес дегенді айтқым келіп тұрса. Түрің онша емес деп айтқым келіп тұрса, например, қалай мен оны ұстамайын ба? Ұстайын ба? Жоқ, оны зачем айтып мысалы? Ұстап қаламын ғой, получается. Енді өзің айттың ғой, ұстап қалмаңдар деп. Сенің границаңа ешқандай влияниясы жоқ қой, мен түрім жаман болғаны. Менің балым шығарып баратсашы, сенің түрің онша емес екенін. Айтқым келіп, настойка түрім онша емес, что сен бүйтіп айта алмағаннан бүйтіп. Сондай болса шал. Онда айтны. Ондай болатса айт. Бірақ ондай кезде реально психологқа бару керек. Біреудің түріне қарап, тамақ жеп жатсаң, это точно психологқа бару керек. Мен ойымша семьяны құратын кезде өте маңызды нәрсе. Мен мысалға өте көп өзім загондарым болыпты да. Мен де жалпы өзім ондайға мүлде жақындама. Мен ондай нәрсеге прикол ұстап жүретін психпын ба не деп ше. Сөйтіп ана әйеліммен тұратын кезде мен түсіндім. Мысалға менің мен бэкграундым жалпы травма алуға өте жақсы бэкграунд да. Керемет мықты травмалар алатындай бэкграундтар болды мысалға. Менде бэкграунд деген не?
өткен өмірінде иә болған өткен дүниелер, иә. өмірімде иә сондай моменттер көп болатын. Мысалға мен мамам мен папам екеуі бүйтіп отыратын ғой. Мысалға мама жұмыстан келеді, папа түрмеде отырып шықты, жұмысы жоқ, отыр үйде. Иә. Мама жұмыстан келіп тұр. И мама бүйтіп чай қойып атады. И андай напряженка ғой, қырылып қала ма екеуі или нормально бола ма? И сен просто дефолтно отқан кезде напрягпен отырасың. Сондай моменттер болады. иә Олар даже білмейді оны. Пағам телевизор қарап отыр, мама тамақ пісіріп жатыр да, мен отырмын напрягта бүйтіп. өз өзіңмен напряг болады. Аха, и папа тұрады да, не болды, шайың ұзақ болып кетті ғой дейді. И мен ішімнен, мама, пожалуйста, не обостряй, мама, не обостряй. Мама бұрылады да, мен жұмыстан келген шығармын енді. Күте тұратын шығарсың дейді. Ё-моё. Не обостряй, папа, не обостряй. Папа задний бере саш, натуре жұмыста жүр ғой. Жұмыста жүр ғой енді. Зонада авторитет болсаң, мына жақта болмай-ақ қойшы, пожалуйста, деп отырасың. Батя тұрады да, не болды саған дейді. 17-ші бөлімнің соңы. Ана ішіндегі кішкентай балаң уже паникада да, түсін ба? И екеуі дық яндай уже ортада от болыватқан кезде мен тұрмын да, мам, бара берсін, мен өзім пісіремін тамақ деймін да. Маманы үйге кіргізіп жіберемін. Летний кухня етін да, летний кухняда папаның типа бөлмесі ғой, летний кухня. Сол жақтан шығарып жіберемін, маманы залға барып отырғызамын да, мен өзім тамақ бере салайыншы, қойыңдаршы, нервке тимей деймін да. Барып папаға тамақ салып, и папаға маманы жамандап тамақ салып атам. Мен мама қуады. Папа маған дай, мать, шыннан, вообще ужас, е? Папа бәрін айтып алады, сөйтіп үйге кіремін да, мамаға келемін да, папа вообще гонит, да, деймін. Мама тұрады да, маған папаны жамандайды полный. Сөйтіп летний кухняға кіреді да, дым болмағандай отырады. Болды, екеуі достасты, а мен мал болып сезініп отырмын. Все во мне осталось, все. И это после этого оставляет. Мен за столом отырам, мысалға біз төртеуміз конфликт басталса, екеулердің араларында. Мен сол ойға кіріп кетемін. Мен түсіндім неге сен апаның ұнатпағанын. Лицемер екенсің сен. Әркімге әртүрлі айтады да. Ты вообще тварь десей. Мен сен қатты түсінемін, ойба. Негізі көп адам оказывается нескен ғой да, травма түскен ғой да. Күлетін нәрсе емес мынау. Сонда походу біз бейше былай өстік та, қазір өскен өзіне қалып болғанда неде комнатада температура сен ұстап отыру керек сияқтысың. Біреу кішкентай ана жерде күттай мұңайып жатса, соның көңілін қарап, анаған қарап. Біз мысалға келдік, тико без настроения болды. Мен 1 сағат бойы сенің көңіліңді ойлап отырдым ғой, білесің ба? И мен өзімді тоқтатамай отырдым. Неге басқалар жамандап отыр? Неге басқалар жаман? Сен бастау керексің просто. Сен сұрадық біз келіп. Не болды? Айтсашы, не сен ішіңе тығып. Бермей жатсың ғой бізге. Мен сияқты болуған керек еді ғой, вообще мән бермеу керек. Мен аңсағанға тоқтамашы деп аттым, мен күтіп аттым. Аңсаған әзілдетеді, сен қабағыңа қараймын. Сен аңсағанға не обращаешь внимание. Тоннан қалай әңгімеге тартса болады деп. Сосын тұрамын да, это его ответственность, пусть он грустит, взрослый человек деп. Өзің тоқтатасың, түсін ба, андай. И өзім соны проживать етіп отырамын. Раньше вообще осындай қатты етін бұл нәрсе ше. В общем, оны не үшін айтып жатырмын, семья құрғанға не үшін жақсы. Кейін мамам мен әйелім бірге тұрдық қой. И столда отқан кезде мамам мен әйелім арасында сондай ощущение мен. Баяғы анау ма, детский нәрселер. Бүйтіп қарап отырам ғой. Мама что-то недовольна болып отыр. Екеуің көзіне қарап отырсың. Өлі маманың шайы бітті, жаған құйсайшы. Түртем да бүйтем. Ол ана шайды құяды да, типа көріп отырмын ғой дейді да. Типа отстань дейді да, нормально у нас все. А екеуі нормально болып отыр екен да, мысалға. Мен өзім андай стресс переживать етіп шығып кетем. И сосын ана жерде сәл не то бір нәрсе болса, мен атылып кететін. И напряг та үйде ше. Сонда солай өскен балалар семья құрғанда да біреу чуть-чуть недовольны болып жатса, уже чувство вины отырасың. И поэтому біз келіншегің ең басында үйленген кезде вообще жылауға болмайтын еді оған. Кішкентай бір затқа не болса, недовольство болса, мен чувствование отырып соңында, бәрі нормально ғой, істеп отырық қой, бәрі осындай осылай. Мына жерде мынандай карта дайын тұра ма? Не жетпейді деген. Король қарға. Инайға бүйтесің ба? Всем стоять на.
и ол өте қатты зақым келтіретін сезім да жалпы отношения. И мен сосын шашадым ондайды сезінуге. Мен әйелім айтады да, я могу быть грустной, но это не значит, что ты плохой дейді да маған. Мен о деймін. менде мысалға андай мен кішкене бүйтіп не настроение жүрсем, маған әйелім ренжіп қалуы мүмкін, что мен не настроение жүрмін кішкене. Сондай болып қалады арам. Сосын біз сөйлесеміз, нормально. Потом қазір уже жақсы келе жатырмыз бірімізді андай. Ол жынданса мен деймін. Мен жындансам ол спокойно бүйтіп жүре береді. Идеально ұстап алдық былайына. Тура сол ғой. Мен ауырып өліп атам да, әйелім звондап, алло, что там с тобой? И мен сонда да, бәрі нормально жан, сен вообще мен уайымдамай, там өмір сүре бер. Уф, нормальный настроение вроде. Типа, ауырып жатып, ананың көңілін ойлайсың да, по-любому. Мен осы өмірдегі ең кайф нәрсе, мен әйелім бақытты болып жүреді қандай. Все нормально. Айтпашы да. Есть такой. Не, это без набора баллов. Мне кажется, любой еркекте сондай нәрсе бар. Әйелім қабақса, битті ма? Мен сразу, я виноват, да? Жоқ, жан, мен просто сөйтіп ояндым. Хорошо. Американо, да? Депші. Мен 6 жылда енді түсініп жатырмын, енді сезініп айтып отқан кезде чувство сразу тықсып отыр деп. Қазір бүйтіп зона влияния деген не бар ғой. Зона влияния, не в моей зоне влияния деген заттарды ойлансам. Не в моей зоне. Күшті екен. Кәдімгідей. Жоқ, мысалға менің ойымша, мысалға сен ашулана аласың, бірақ ең бастысы жаныңдағы адамнан сен өзіңнің ашуыңды андай өшін алмау ең басты нәрсе екен, мне кажется. Потому что бізде андай еді ғой, мысалы мен сенімен ұрысып қалдым да, үйге келіп там үйдегілер жайпап бар ғой, андай аналардан қырылып өшін алып, короче, сондай болмаса болды ғой ең басты. Мен наоборот үйдегі жынданғаным сыртқа қарай шығарымын наоборот. Сен үйдегі жынданған сыртқа шығарасың. Иә, мен әйеліммен бір бүйтіп қырылып кішкене нервім ұстап қалса, машинаға отырамын да, ініме айтамын, мен настроением страшно быт-шыт болып тұр, әйеліммен кішкене зацепился, маған внимание обращать етпе деймін, мақұл дейді. И ол уже на старте ғой. Оңға қарай бұрды. Жөн деп айтамайсың ма? Айтып ал, братан. Оған бәрібір да өтпейді мен нелерім. Мен оған боқтап алам. Рахмет, за терапию закину потом дейсің да болды. Сондай бір түсінетін нейтральный адам. Бағанда психологияға жұтқызып жатыр едің ғой, неге сөйлеспейсің әйеліңмен? Вот, я не умею гнев проживать, мен саған айтып тұрмын ғой. Жоқ, гневін өткізе алмай тұр ғой. Мен түсінбей, вообще шығып кетемін да, машинада отырамын да, что не так, вообще түсінбеймін да, что оттуда это, түсініп жатсың ба? Ол менің осы 1-2 аптадағы түсінген нәрсем. Енді түсініп жатырмын. Былай қарапсаң простой нәрсе секілді, как будто уже білгеннен кейін, но білмегенде сен оны миың жетпей. Иә, мен түсінбейтін. Мұғалім сияқты айттың ғой сен, иә? Бірдеңе түсінер, бірдеңе түсінгенде, иә? Отыр бес. Алда жүрген сияқтысың сен, ше? Біз бағанан бері өзек айтып жатқан жоқпыз ба? Нормально кетіп жатыр ғой, иә? Любой әңгіме өсек қой. Негізі бар. Қалай өсек айтпай? Енді Жекаға мен бір сұрақ қойым деп тұр, сен гневің қиын екен да, иә? Гнев. Иә. Мен орысшам сондай. Гнев деймін. Бөлек жүреді әріптер, ше? Город деген жүзі. Гны қойып аласың бірінші, сосын нефт лақтырасың ба былайынан? Иә, жоқ. Мынандай ғой, гнев. И сен ана бөлесің да, мен соны. Қандай? Гнев. Жой, гны тауып алу керек қой бірінші. Гны отдельно бір есін житыртып аласың. Со, сен гневің... Отдельно гримеркаға отырғыз қояды, гны. Сендердікі кәдімгі г ғой, мен басқа г. Ғыдан ға қоғам мен десең. Гневің сен сөйтіп проживать қиын екен сен г. Гның ортасына жыр қойып, не істеп жүр мен? Гнев. Мен ғой, гнев. Ынтымақтан алынып кеткен. Если хотите гнев, спасибо. Сөйтіп мысалы, жаңа гневің. Гнев. Неге қайт келді деп. Сөйтіп, сен қиындау болып тұр ғой енді сен, соны проживать ету, иә? Мысалы үшін сен радостыңды, гневтің анти-радость қой енді, иә? Оны оңай, иә? Андай проживать етуің. Қуанышты. Или қандай нәрселерді проживать етеді өзі? Мен мұнан... Иә, қуанышты мен... Оңай проживать етесің. Иә. Қуанып жүре аласың ба всегда? Иә. Қуанышты заттар болсын. Мен жалпы сен сияқты осындай позитивный болып жүретінмін ғой. Сол гнев қайдан келген сол? Жоқ, гнев ол... Жоқ, любой нәрсеге ашуланады. Ашуланған кезде
подавлять етуге тырысасың. Иә. То есть адам секілді ашуланудың орнына басқа нәрселер соны алмастыруға тырысады ашуын. Ансаған вообще гневке кірмей ақ қойсай сен деп жатсың ба? мен вообще мен Сондай мен әңгіме сәл гнев болса бүйтіп гневить етіп жіберемін да. Жындану керек бола ма? Сәл жынданамын да, бүйтіп жіберемін бүйтіп. мен мысалға курьермін. Андай іштей жынданып. Курьермін да мысалға. Иә. Алло, мен сіздің заказыңызды жоғалтып алдым и вообще заказыңыз жоқ болды, давайте трубканы қоя салдым. Ойнатшы гнев. жоқ мен мысалы айтамын мен звондадым да айттым Осындай ситуация болғаннан жол. Бір бургерім жоқ қойған, бір курьер. Реально бір курьер өзі үйде мен сушнягым бар, колам бар, анауым бар, мынауым бар. Бургер ғана заказ беремін да, ше. Андай комбо емес. Просто бургер жеймін деп. Ондай көп ақша аным. 2064 теңге ары кетсе. Иә. Сөйтіп, сол бургерім заказ беремін. Бүйтіп анау курьер келеді да үйді айналып жүріп сөйтіп жоқ болып кетеді көрші, доставлено дейді да, жек қойған ғой өзі. Сөйтіп курьерге звондаймын, алмайды, ана жазамын, алмайды. Гнев болып тұр осы жерде менде. Иә, соны не істедің сен? Бүйттім да, сөйтіп андай кірдім да, бүйтіп, мен курьерім жоқ, жазып қой, бірдеңе, маған промокод беріңдер дедім. Иә, жынданып алып істедің ғой. Иә, жынданып алып маған промокод берді да, о дедім да, комбо заказ бердім сосын. Молодец. 10 минутта шешіп тастадым гневімді. Вот, көрдің ба? Сен подавлять еткен жоқсың, сен тұрдың ба? Барып шештің ол Мен сұрақ. всегда сөйтемін. Мен сәл жынданамын ба, бүйтіп сразу андай бүйтіп айтып тастауым керек, жынданып тастау керек қой. Көрдің ба? Молодец, сен сондайды өмір сүре аласың. Молодец А ба? мен үндемей кетіп қаламын да, сосын не болып қалғанын вообще түсінбей келе жатамын. Сен именно анау жей қойған бургерді жегің келіп тұрады ғой. Жоқ, ондай. Керек емес маған басқа бургер. Сен уже өзің мінезіңді айтып кеттің. Мен ондай емес. Мен ондай бургерға қиналмаймын жынданып тастағанда. Именно жақын адамдармен отношенияда сондаймын ғой. Допустим. Жақын адамдармен. Важный біреумен бір нәрсе болып қалса, сол жақта сөйтіп қаламын ғой. Важный біреулермен тоже мен сразу айтып тастайды екен. Мен вспыльчивый деген нәрсе бар ғой, андай резко жынданатын, тез жынданатын. Бұрын сондай болатын. Андай бірдеңе бүйтіп резко жынданып андай бар ғой. Ашуланып. Тағы бір рет көрсетші қыл. Резко атылуға дайын жүретін. И мен ол андай папамнан, то есть мен өскен кезде папа андай просто андай, например, там ремонтта бірдеңе баста кетеді да бүйтіп. Ананы алып келші, отвертканы дейді ғой. Барып уже тауым қайда сен? Ой, осы бірдеңе бір резко андай жынданады ғой. И мен содан жұтып алғам ғой. И мен, короче, сондай болатынмын. Потом түсіндім, что мен осындай екенімді. Сөйтіп уже миыма жеткен кезде бірдеңе маған ұнамай қалғанда бүйтіп ашуланайын деп тоқтап қаламын да. Басам да өзім сөйтіп привычка болып қазір қойып кеттім мысалға. қойып кеткен жоқсың, сен басып үйреніп алдың күшті болып. Иә. Басып үйреніп алдым, қойып кеттім, бір нәрсе ғой. Но тем не менее, сондай бір сезім пайда болады ғой сол моментте. Енді энергияның өзі жоқтан пайда болмайды ғой. Иә. Беріп тұрған жоқ. Мен айтып жатқан психология тұрғысынан жұмысым саған айтып жатқанша, жалпы бағанағыдан бері, ол сол сезімді не үшін сезінгеніңді түсініп, оған басқа көз қараспен қарап, жеңілдеп қалу. И кейін сондай ситуация болған кезде сен, мен жынданмадым, қызық екен деп. Өмірің өзгереді. Түсініп жатсың ба мен не айтып? Мен өмірім өзгерді ғой. Қойдым ғой соны. Бопты онда. В общем, адам әртүрлі, короче, сен табиғатың мысалы аңсағандыкіндей, тиконыкіндей болса бармай қой. Бірақ мысалы бэкграундыңда көп таяқ жеген болсаң, Жека сияқты, мен сияқты болсаң, бар лучше. Иә, ол психологияға бару керек, если сен өзің күресе алмайсың онымен, шаман жетпейді, не болмаса шамаң жетпейді емес. Андай не қыла бермеш? Шаман жетпейді, не болмаса чортсын деп. Қалжындаймын. Сразу чортсын дейсің? Жоқ, егер өзің күшін жетпесе, обязательно психологқа бару керек. Біз әзілдеп отырмыз, если жоқ. Жека лайк басым, мына нәрсе қатты ұнады маған. Маған осының наоборот нәрсесі көбірек жақынырақ. Сен гнев деген мысалы сондай кезде соған көп эмоция құртасың, көп ойланасың, көп андай қыласың деген сияқты. Мен наоборот жақсы нәрселерге көп эмоция құртамын. И маған сол нәрсе ұнайды андай. Бүйтіп жерден 100 теңге тауып алсаң, а жағында 50 теңге қосып самса аласың деген сияқты. Сондай нәрселерді өшіріп алғым келмейді күшті. Бір андай кроссовканы мысалы үшін мен бауын байламаймын да, күшті екен байламаған. Сен өз-өзіңе қатал емессің жалпы, иә? Неменеге қатал болсың? Өзің жақсы көрмейсің. Маған сол жерін ұнайды сен өз-өзіңге как будто кеш оянып қалсаң, кеш ояндың, мал екенсің деп. Жоқ, кеш оянсаң, ничего страшного, ертең ерте оянасың деп. Ол бірақ
мен сондай дауысты өсіріп жатырмын миымда. Менікі өз дәу болып кеткен ғой. Дәу, сол дауыс ғана бар. Мен ең үлкен дауысым білесің ба? Ең дәу, мен кәдімгідей ішіндегімді айтып тастап отырмын ше. Мен ең андай дәу дауысым, ол бәрін быт-шыт қылып тастай беретін ше. Анау. И чё? Даже жақсы нәрсе істесең де. И чё, не зазнавайся. Қатаймай жүр. Деп мысалға. Кеш тұрып қалсаң, кеш тұрдың, мал екенсің сен. Кеше ерте тұрмайсың ба? Андай, мен бірден кестеп тырысып атам да, и фонда басыңа шығып отырады бет. По капельке. Тренировкада жөндеп жұмыс істесең болады, ана жұмыс істемеймін. Сен андайсың ғой, андайсың ғой. И мен соны бүйтіп ұстап алған кезде, көтіңізші деймін мен ол дауысқа. Кетші бар деймін. Бопты, өзің білесің ғой деп бүйтіп. Сезіп тұрам, маған қарап тұрған ше сол. Критикующий андай бір дауыс бар да. Мен сонда андай, өз-өзіме андай айтып жүрмін. Молодец, тренировканы бітірем ба? Мен өз-өзіме бүйтіп тоқтаймын да айтам. Сен бүгін тренировка жасадың. Молодец, жарайсың деп. И шығып кетем сосын. То есть андай өзімнің жақсы істеген нәрселерімді спискпен жазып шығам да, мынау үшін молодецсің, мынау үшін молодецсің, мынау үшін молодецсің. Мықты деймін. Өз-өзін жамандайтын кездер бола ма? Өз-өзін жаманда 24-ке жеті ғой дауыс түсінді. Ол тоқтамайды вообще. Соны волюм деген азайту керек. Вот соны үйреніп жатырмын ғой, азайтып. Волюм. Ауырған кезде өткен, мен больницада жатып қалдым ғой өткен съемкадан кейін. Сол больницада ғой сол дауыс. Жатсың ба деп. Твою мать, жүре алмаймын ғой мен енді. Яғни комментарийді оқимын да, өтір соқпа, сен вес тапсырамай жатсың, айтым да, сол үшін ауырып жатсың дейді да. Құдай көріп тұр, мен ауырып жатырмын, шынымен. Бірақ ананы оқып, все равно чувство вины испытываю, прикинь. До того сондайға оңай мен ілінем ше. Мен тұрамда, сен қуасың ба? Брат, деп ше. Бір ашуланып оламын кәдімгідей. Сондай дауысты басып үйреніп жүрмін. Мен сол үшін аңсаған сияқты адамдарды өмірімде көбейтіп жатырмын. Болды, мен сен лучший досыңмын енді. И мен мақтайды жақсы болып қаламын. Нормально бәрі. Андай-мындай деп ше сөйтіп айтса жақсы болып қаламын. Супер ғой. Мен мысалға, окружение қатты байланысты. Мен мысалға қазір Руспен үнемі бірге турда жүреміз, анда-мында съемкаларда жүреміз. И Рус андай үстіне бірдеңе киеді да. Дейді да. Главный түрің уверенно жүрсе болды, дейді да. Любой розовый гейский бірдеңе киіп алады да. Ең басты уверенный түрмен дейді да. Просто бүйтіп жүре береді. Ал мен андай қара, сері, андай стилисттар, андай қыздар бәрі бүйтіп, мынау күшті дейсе да бүйтіп андай, жоқ деп бүйтіп басында сөйтіп, одан уже Русқа бүйтіп қарайсың, ну нормально, да, бүйтіп киім да, да, нормально ма, да, болды деп бүйтіп жүре беремін. Уже Рустың вайбын іліп аласың ба өзіңе? Кішкене андай жақсы жақтарын, адамның жақсы жақтарын өзіме бүйтіп ақырын тартып алуға. Мен самокритичный болғам. Мен басқаларға андай біреу бүйтіп кетіп баратса, мынау немене бүйтіп алған деген секілді ойлайтын да. Мен де сондай болдым ғой. Одан кейін өз-өзіме қатты қарайтын адам болдым да. Одан кейін андай қалай жеңдім? Бір күні кетем да, аяғымда даже андай просто бауым шешіліп қалған ғой. Бауым шешіліп қалған. Маған қатты әсер етпейді па деп бүйтіп тұрам да, ана жерге дейін баратын ғой. Пофиг, солай жүре беремін деймін да. Мән бермеуге тырысып бүйтіп өз-өзім сындырып, амп етіп қалсам, құлаймын әкеңе ауыз. Не үшін сонда? Типа западло ма тоқтап ананы? Жоқ, андай. Білмеймін, просто қатты өзіңе критичный болмай қойшы, просто жүре бер, вообще наплевать деп, сөйтіп өз-өзімді жеңуге тырысып, қазір өзіммен де қатты бүйтіп қарамаймын, деп бүйтіп түсіндіре алмаймын, но өзім ішкі жан дүниеме түсемін да ол дүниені. И сондай. Күшті, молодцы, күшті әңгіме айтып отырық бар ғой. Ана нәрсе, осындай жақсы адамдар жинау керек қасыңа, сондай адамдармен сөйлесу керек. Жақсыменен өткізген жарты сағат, жаманның өтіп кеткен ғұмырындай дейді. Просто осындай сен өзің қандай болғың келеді? Біз мысалы үшін бұрын көп еді досымыз. В целом ана бір қарасаң кезінде көп адаммен дос едің, қазір 2-3 адамды айтасың, досың кім деген кезде, вот значит саған сондай адамдар керек болып тұр. Если негативный болса ол адамдар, сен де значит сондай болып өсесің. Если ха-ха дейтін адам болсаң, сен де ха-ха дейтін адамдар ғой. Сөйтіп просто қандай адаммен дос боласың, сондай адам боласың ғой, короче, окружение таңдау ғой бұл жерде. Сөйтіп мен бала кезімнен, хотя менде андай да адамдар болды, которые эмоциясын бағанағыдай деп келдіретін, бірақ мен мамам андай болды да, бүйтіп эмоциясын бүйтіп жарқ еткізіп көрсететін ше. Жаздың келгелі деп жаңа үйге кірген кезде төкесіне бакасы сары бала кел деген болды, эмоцияң бәрі сені қалай жақсы көретін 1,5 минут бойы айтады да, сен уже болды сондай махаббатта өсесің да. И сөйтіп өмір сүр.
и сондай күшті. И кеше андай мен осы алдыңғы айда центральный стадионда 2 концерт жүргіздім. Кімнің концертін? Кімнің концертін жүргіздің? Біреуі Мирас Жүгіністің концерті, екінші Қайрат Нұртастың концерті. Сөйтіп кеше концерттен шықтым да, и анау мен бақытты болып тұрмын ғой енді. Бүйтіп вау деп 30 000 адам да дедім да, и мен машинаға отырсам, анау бәрі бүйтіп андай қылып қалайын деп тұрмын да, анау мәз болып жүруім керекпін мен дальше деп. Сөйттім да шықтым да, Абайға дейін түстім да, самокатпен бардым үйге дейін. Просто бүйтіп. Симай келатсың ғой, Иә, анау машинаға қазір шақырсам кобальттың ішіне тығылып деп тұрмын ғой. Жоқ, мен бақытты екенімді көріп сезінуім керек дедім. Неге миыңда кобальтпен қайтып баратсың? Ладно, брат, бизнеспен қайтсаң да ше, сол эмоция. Ол машинаның қандайына, Жигулимен қайтсаң да сол эмоция. Бірақ анау ашып тұру керек болды да, кең бүйтіп. Жаяу қайтсаң, сәл шаршап қалуы мүмкін да. Сөйтіп ана самокатпен бүйтіп деп молодец деп былай үйге дейін барып ана жерден. Вот мен сені сторисынан көрдім, 30 000 адамға концертті жүргізіп, барып Гоголя Мұратбаевадан бүйтіп самса жеп тұрған сторисіне көрдім. Иә. Жаңағыдай ғой. Қарапайым жігіт екенсің. Жоқ, бүйтіп ғой, концертке дейін самса жеп алдым да, сол жерден бардым да, сөйтіп концерт жүргіздім да, концерттен кейін қайтып самса жедім. Ана пирлонг сияқты ғой. Сіз ана әлем чемпион болғаннан естідім дейсіз. Мен әбетте буфонмен PlayStation ойнадым, кешке әлем чемпионы болдым дейді. Сондай сияқты өзіме самса жедім. Все это в голове. Мен өзім басымда өзіме чемпионмын. Сондай күшті өзіме. Ана самса сатып тұрған өзбек Ходжи Мурат деген. Эй, чемпион, держи самсушку. Жоқ, сондай бүйтіп андай біреу көрсе бүйтіп айта салайын дедім да, бүйтіп ешкім ана біреу бүйтіп сұраса, бүйтіп ана хозяйкам мен бірінші этажымда тұрады да, сөйтіп сол кісіні көріп қалсам, не істеп жүрсің, Қайрат Нұртастың концертін жүргізіп келатырмын деп айтқым келді да, бүйтіп ешкімді айта алмағаннан үйге кіріп голосовоймен 3-4 адамға жазып жібердім. Не істеп жатсың деп сұрашы дедім, не істеп жатсың деді. Мен Қайрат Нұртастың концертін жүргізіп келатырмын дедім. Сондай голосовойлар. Просто адамнан сұратқызып өзім айттым. Ішімде қалып қоймасын дедім да, жаңағы. Прожить еттім да. Сондай күшті, сондай ситуация болды. Жақсы екен. Күшті, мен я хочу осындай сенімен ортақ мен бір қуаныш сат болса, по-любому айту керекпін біреуге. Сол, айту керек. Ол сен өз-өзіңе мәз болып жүре алмайсың сен. Мысалы үшін мен ана жолы үйге күшті заттар сатып алдым да, кружка, ана бүйтіп, ана туалетный бумаганы қоятын бүйтіп, самоклеющий жабыстыратын бар ғой. Мама, кез келген мелочқа неге соншама бақытты боласың? Адам көзіне күйіп болады, Жека, айтшы. Жоқ, анау. менде де осындай бар. Андай. Рус жалғызға қойды да. Ладно, мен шалу болған екен, ладно, араларын. Ана туалетке қойып қоятын бүйтіп жабыстырасың да стенаға. Короче, екі жағынан да самоклеющиймен жабыстырып қоясың да. Соны сатып алған бәрін айтып шықтым ғой мен. Ойбай бүйтіп. Үйге келген адамдарға, нарсен сатып алдым. Әлі устарет еткен жоқпын еще оны. И плюс ана нәрсе, мен осы кішкентай нәрселерден елге айт. Короче, анау ойыншық ойнайтын бар ғой, автомат, игромат дейтін. Бұқ кеткізіп отыратын. Сол 100 теңгеден ойнатылады ғой, мен үй жақтан 50 теңгелік тауып алдым. Анау еще крепленные жақсы. Анау негізі бүйтіп алған кезде ойыншық көтеріп кетеді, босатып жібереді ғой бүйтіп. Деп атқан кезде настроение түседі ғой. Ана жердегісі нормально алады да жөгі до конца апарып беремін дейтін. Айтпаймын бірақ адресін. Үйде бір қазір 20 ойыншықтай жиналып қалды. Күніне бір 2-3 теңгемді қыртып тұрамын. Ертең налоговый тексерсе. Иә, менде де просто сондай бар, ана айел. Братчиканың историясын тыңдаған секілді. Ауылға кіресің, ауылдан бүйтіп көте беті бәрі кіргіріп жүгіріп кетті. Мен алдында бүйтіп бара жібер. Чипачип қалды. Молодец, мә тағы да 500 теңге, мә, бар. 500 теңге беріңдер онда. Жоқ, ол енді андай нәрсе ғой. Сен кішкентай нәрселерге қуанасың да, ол мысалы үшін ертең шетелді көргеннен кейін, шетелді көріп келгеннен кейін сондай нәрселер қызық емес болып қалуы мүмкін. Мен достарым бар еді, мен бұрын шетелге шықпай тұрған кезде мен осындай едім да. Сөйтіп айтқан достарым айтады, біз шетелге барып келдік, ананы көрдік, мынаны көрдік. Қазақстанға келгеннен кейін андай кішкентай мелочьтер қызық емес деп. Мен бір 10 рет шығып келдім да, әлі қызық сол нәрселер. Жынды ма ол? Сонда сен ана жерге барып планканы көтеріп тастағаннан кейін, сөйтіп сол планкамен ғана өмір сүрмейсің ғой, сен бүйтіп жүре берсең, анда бүйтіп мен мысалға миымда андай нәрсе болды. Бізде мысалға қазір қазақтардың бәрі мопедпен бүйтіп кетіп баратқан бір жерге елестету қиын ғой, вообще көз алдыңа елестете алмайсың ғой. Мен Вьетнамда жүргенде өте нормальный нәрсе да оларға. Мысалға сен қазір бүйтіп мопедпен кетіп баратсың,
ана кринж секілді андай кішкене. Вьетнамда бәрі кетіп жатыр да, сен уже бір-екі күннен ана темаға үйреніп аласың да, өзің де мопедпен бүйтіп кетіп барасың. Әдемі бәрі ше. И мен ойлаймын, қалай жұмыс істейді, что біздің елде ондай нәрсе өте жат, что там халық бүйтіп мопедпен туда-суда жүру деген мына жақта өте норма. Сондай нәрселерде миын сына бастайды. Шетелге шыққанда көріп андай ойлана бастайсың. Сен не үшін Қазақстанда кринж деп ойлайсың? Мысалы үшін оны бүйтіп общество саған соны менен навязывать етеді ғой. Жалғыз общество, климат бар, инфраструктура бар, сондай ғой. Бізде мысалы Алматыда өйтіп бір 3 ай мопедпен жүре аласың, бітті ғой. Қазақстан қалған жерінде қалай жүресің мопедпен? Ақтөбеде көктемде, күзде, қыста мопедпен қалай жүресің мысалы? Міне осындайлар ғой. Қыста да жүруге болады, алдында бір бәле зау болып. Міне осындайлардың мнениесінен сен біздің елді дамытпай жатқан осындайлар. Осындай шетелде бар оқып алады да, одан келіп дамытпайды. Жоқ, мен мысалы шетелден келген кезде наоборот айтамын, ой шүкір деймін, біздің елде мопед мінбейді, бәрінің машинаға мінуге несі бар, біздің жолдар позволяет. Мен солай істеймін, мен де наоборот Қазақстан қайтып келемін ғой, Қазақстан бүткіл затын салыстырып шүкір деймін вечно. Зато бізде мындай, зато бізде андай емес. Бізде мындай бар. Бізде шит тұр, тиген жоқ. Анау нәрсе ғой. Жоқ, ол өзінің ойы ғой, айта берсін. Өзінің ойы айта берсін. Әсер етпейді. Осы нәрсе ең қиын, жаман нәрсе. Когда мнение навязывать ету дейтін бар ғой. Жақсы нәрсеге навязывать етсең, ол мнение күшті навязывать етеді. Ол навязывать етілік емес, даже ол ақыл кеңес болып та кете береді саған. Лайфхак деген сияқты. Андай нәрсе, трицқа кіресің, инстаграм кіресің, бірден кіресің, соның мнениесімен жүріп сені де тупой деп ойлап кететіндер бар ғой. Розовый келсе, голубой, бәрі голубой деп ойлайды. Дейтін сияқты. Сондай мнениялар ғой адамның жынына тигізеді. Өзі де розовый киіп отыр екен ғой, бәсе. Неғып айтып отыр, неғып тиіп кетті десем. Неге тиіп кетті десем? Жоқ, тиіп кеткен жоқ ма? Жалпы мен всегда розовый киемін ғой. Елдің жаңа андай ойы саған қарай бір ықпалын тигізген кезде мен ана нәрсе есіме түседі. Мектеп кезде мен КВН ойнайтын и Таразда биге қатысатын, хип-хоп биге ше. Андай 50 цент құсап киініп алатын мен. Мамаға жалынып, базарда бір магазин бар етін, прямой кепкалар сататын. Секавайнскасы киетін кепкалар бар ғой енді. Қазір секавайнс демей қой, андай шаш түсіп баратқандар киетін кепка болады, андай жасырып, комплексовать етіп киіп алады. Именно прямой козыректер болады, анда рэперский. И сөйтіп мен ана жаңағы кепканы андып жүріп біреусін тауып аламын. Бір досым сосед бала Америкаға барып келеді. И анда оқып береді да маған айтады, сен 50 цент жақсы көресің ғой деп андай бандамка подарить етеді, короче, кепканы астына киетін. Нө дейтін ба? Жүрегім тоқтап қала жаздады, дюрак дейтін нәрсе ғой. Анан киіп алам, жүрем. И мен бақытты болып жүретін сөйтіп жүрген кезде. Джинсың қай жерден келетін? Артқы жағы. Джинсым астым гол еді. Джинсым, міне осылай киіну арман етін. Аппақ кеды, G-Unit деген 50 цент. Осындай джинсыды белизнамен күйдіресің, анда пятна қылып. Сөйтіп, мектепке келем да мен сөйтіп ше, жазда. И мен басыма шығады ол балдар. Мал екенсің, бір нәрсе деп. Бірақ маған ол ықпал етпеді. Мен жүре бердім. Сосын тағы бір нәрсе айтты, ықпал етпеді, жүре бердім. Білесіңдер ме не үшін? Өткен мен он киімді бар билеймін, и маған көп адам шапалақтайды. И мен тұрам, болды, мынау мықты нәрсе деп өзім қатайып кеп алдым. Бірақ сосын ана мектепте балдар жүреді ғой бәрі, брат за брата вообще. А мен болсам көп адаммен араласып жақсы көретін да. И районда өзбек балдар бар етін, школа английского языка ашып, анда бизнес жасап сөйтіп жүретін. 92 жылғы балдар бар, 5 жас үлкен. Мен солардың қасына ілесіп алатын, мынаны қалай істейсіңдер, ананы қалай істейсіңдер. И мен балдарым сол кезде айтатын, ой, черт екенсің сен, солармен жүрсейші барып деп ше. И мен ана ойдың ықпалынан аналармен жүру бір күнә сияқты сезініп кеттім ше. Сөйтіп алдында алыстай остадым олардан. А негізі олардан көп жақсы нәрсе үйреніп жүргем. И мен ойым анандай да, көп сен қасында анандай адамдар болуы мүмкін да, өзіңнің ойымен сен нормально істеп жүрген дүниеңді жаман нәрсе қылып тастауы мүмкін сенің миыңда. Соған фильтр қойып үйрену керек. Сол мектеп кезде сондай ықпалдардан талай фильтр қоя алмай, мен ойлаймын көп нәрседен бас тартып қалғандар көп деп ше, мысалға. Мен мысалға биді қоймадым. А вдруг қойып кететін едім. Сосын биді істей алмайтын едім мысалы. Көрдің бе, мен істей алмаймын, қойып кеткенмін. Мына жақта тұрып қала тұр ғой, өткізіп жіберу керек.
Оны проживать ету керек па? мнение ықпалын осымен тексересің қане істей көрші былайынан. Анау көрдің ба? Андай нәрсені айтқым келген. Просто мені бүйтіп жеңіл қабылдай, андай бала ғой деп андай. Мен просто өзім жақсы көремін, өзім білемін, өзім маңызды екенімді. Бұл әлемде сен ғана барсың дейді, ана сөз бар ғой. Бұл әлемде сен ғана барсың. Ойла. Сен жоқ болсаң, болды, әлем жоқ. Ойлашы, болды, сен жоқ болсаң, уже әлем жоқ қой. Сен үшін әлем Неге әлем жоқ? Өйткені сен жоқсың. Әлем емес қой, эйзи жоқ қой. Сондықтан өз-өздеріңді чувствовать етіп, өздеріңді жақсы, жаман, қандай эмоция бар, соны бәрін проживать етіңдер. Сол кезде біз адам болып шығасың. қой шапалақ Болыңдар эмоциямен. шапалақтатсаңдар. Бәріміз әртүрліміз, тағдырларымыз әртүрлі, көрген травмаларымыз әртүрлі. Қазіргі сөйтіп отқан дейін жатым тадыр. Қазіргі істеп жүрген шаруаларымыз бар әртүрлі, бірақшы соның бәрі болмағанда, соның бәрін өзіміз әрбіреуімізше әрқалай проживать етпегенде, осы жерде бүйтіп күшті болып отырмас едік. Тамаша. Так что бәріне шүкір. Все идет как надо. Мынау 34 жасар адамның айтқаны болды. Міне 34 жаста розовыймен отыр, брат. Сен 31-де шапалақ. 91 ғой, ойлашы, 91-ші жылғы кісі мысалы. Иә. Голубой цвет. Мынау голубой емес, брат. Голубойды көрсетейін бе қандай болатын? Аяқта бар. 91 жылы Қазақстан тарихында екі жақсы жаңалық, біреуі тәуелсіздік, екінші Руслан Тай дүниеге келді. Білесің бе? Сен қай жылғысың? Руслан Тайдың ең алғашқы айтқан сөзі мама емес, білесің бе қандай сөз? Қандай? Қазағым. Сен қай жылғысың? 95. 95 жылы Қазақстанға екі нәрсе, біреуі теңге, екіншісі тілеген. Ең бастысы бар ғой еще. Жека 97 ма? 97 жылы ұлттық бірдеңе жылы болды ғой. ОБТ-дан келеді ғой өзі. Құрметті достар, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Бүгінгі кешке келгендеріңізге сіздермен бірге болған Руслан Тай, Жека, Ансаған және Тілеген Еркінбеков. Рахмет, сау болыңыздар. Жека кадрға сыймай қалды, бізде сіздерге айтатын затымыз бар. Құрметті достар, біздің бағдарламаны қолдап жатқан Easy қосымшасына кірсеңіздер, оны жүктеп сол жақта не әңгімені қарасаңыздар, біріншіден жұрттан бұрын 1-2 выпусты көріп жүресіздер. Екіншіден Easy қосымшасы көп көрермендер жинап, біздің бағдарламаны ары қарай спонсировать етеді. Сондықтан, құрметті достар, Easy қосымшасынан да бір рет қарап кетіңдер. Не әңгіме жалғасын? Кәмі? Шөл әңгіме бар ма вообще? Бар ғой әңгіме. Ойбай, не әңгіме деген. Жека! Не әңгіме